Сөз нәзік діни дүниені жалбағай жамылып, елдің интернет әлемінде халықтың санасына манипуляция жасайтын псевдодіни авторитеттер турасында болмақ. Турасын қаймықпай айтқанда, дүмше догманы тықпалаған бұл қарабайыр діндарлар біздің ұлттық ұстанымды ірітіп, мемлекетіміз бен қоғамның тағанын теңселтуде. Соңғы аптада біз бірер осындай даңғаза дабыраның куәсі болдық. Интернет подкасттардың бірінде ресми діни құрылымға қатысы жоқ әлде бір имамсымақ, 3 әйелі барын сөз етіп, соңғысын өзінің шәкіртіне сыйға тартатын жайбарақат жары етті. Бұл мәлімдемені адами моральға жат қылыққа емес, сонымен бірге азаматтық неке жөніндегі заңнаманы көпе көрінеу бұзу, қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі дінді мансық ету және оның құндылықтарына қасақана нұқсан келтіру деп түсіну керек. Жалпы адамды сыйға тарту бұл адам сату, адам саудасы санатында қылмыс саналуы тиіс. Заңды белшесінен басып, ойына келген шариғатын шатып отыратын мұндайларға тосқауыл қойылуы керек. Адам түгілі хайуанға жанашырлық танытуды дәріптеуі тиіс. Дін өкілі өз әйелін хайуаннан бетер етіп ашық сыйға беруі қоғамдық жазғырғуға пара-пар қылмыс саналуы тиіс. Ал бұны бүкіл елге дәріптеген подкаст иесі журналист қарындасым Жанар Байсемізова ең құрығанда журналистік етиканы, кәсіби салиқалықты сақтамауы нағыз қайып қуу болды. Ақырында оның өзі де әкімшілік жазаға тартылды.